Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Біз енді сол Каф сүресінің 7-8 аяттарына сәл бір тоқталып өтсек. Өйткені 9 аяттардан кейін Каф оқиғасы басталады. Оны өзінше бір бөлек сабақ қылып өтеміз. 7-8 аят енді бұл ол жерде келген мағынасы инна жаална ма'алал ард. Аллах тағала айтады, біз дейді жер бетіндегі нәрсені жасадық дейді. Не қылып дейді? Зинатан, былай айтқанда жердің көркі қылып жасадық. Зинаталлах, жерге бір көркі қылып жараттық. Не үшін? Линаблуахум, сынау үшін оларды. Айюхум ахсану амала, қайсылары амалда жақсырақ жасайтындығын. Яғни бұдан шығып тұрған мағына, Аллах тағала жер бетінде көп нәрсені жаратқан. Тау бар, су бар, байлық бар. Жер бетінде енді көптеген нәрселер бар. Адамның былай қызықтыратын, шахуатын оятатын нәрселер өте көп. Соның бәрі жаратылған екен. Не мақсатта? Адам баласын сынау үшін. Не сынайды? Ал енді қайсылары былай айтқанда амалды жақсылап істейді екен. Қайсы осы бір жаңағы емтиханның арасында Раббысына, разылығына қарай ұмтылады екен деп сынау үшін жаратылған екен. Кейін Аллах тағала 8-ші айтады: "Ва инна лажаилуна ма алейха суидан журуза." Және біз ол жердің бетіндегі нәрселерді сөзсіз ертең сондай бір жансыз топыраққа айналдырып жібереміз. Ештеңе өспейтін, ештеңе өнбейтін топыраққа айналдырып жібереміз дейді. Яғни жер бетіндегі бүкіл байлық, мал, дүние болсын, үй болсын, адам өзі, әйел болсын, бұлардың бәрі ертең топыраққа айналып кетеді да. Күллі шейін фауқат тураб, ат-тураб деп ғалымдар айтқан сияқты, топырақтың үстіндегі нәрсе түбі топырақ. Болмаса Құранда келеді, күллу ман алейха фан. Жер бетіндегі нәрсенің бәрі өткінші кетеді ертең. Жоқ болады деген ұғым бар екен. Енді бұл аяттарға тоқталып өтейік. Жалпы бұдан шығатын бірінші қорытынды, біздің жер бетінде жүргеніміз жай ғана жүрген жоқ екенбіз. Біз емтиханда жүр екенбіз. Біз сынақ әлемде жүр екенбіз. Біз әрбір сәтте сынақтардан өтіп жатырмыз. Енді осы сынақтан өткенімізге қарай Аллахтың алдында дәрежеміз көтеріледі, яки болмаса түсіп кетуі мүмкін. Мына дүние, қызыл жасыл дүниенің бір алдайтын күші бар. Құран аятында келеді: "Я юханнас, ей адамдар, инна ва'даллахи хаққун." Алланың уәдесі ақиқат. Яғни ол деген сөз, бұл өмірде қалмайсың, бір күн Аллахтың алдына қайтасың. Өлім ақиқат, қабірдегі сұрақ ақиқат, қияметтің күні Аллахтың алдына қайтадан тұру ақиқат, сұрақтардың болатындығы ақиқат, амал дәптерлердің таратылатыны оң қол сол қолдан қарай біздің не істеп не қойғанымызды жазған кітаптардың таратылатыны ақиқат, таразыға амалдардың салынатыны ақиқат, қыл көпірден өту ақиқат, дозақ, жәннат, бұның бәрі ақиқат. Ертең біреу жәннатқа жайғасатыны ақиқат, ертең біреу дозаққа түсіп, айтқанда қор болатындығы, қиналатыны ақиқат. Бұның бәрі ақиқат. Енді Аллах тағала не дейді ақиқат дегеннен кейін? Фала тағурраннакумул хаятуд дуния. Сендерді дүние тіршілік алдап қоймасын дейді. Яғни дүние тіршілігі, батқанда кедей бай болам деп, бай құдай болам деп естіп жүрген кезіңде құлшылықсыз Құдайдың алдына кетіп қалма деген сөз ғой. Ғалымдар айтады: ад-дуния тағурру, тадурру, тамурру дейді. Дүние үш нәрсесі бар екен да, сондай қасиет. Дүние дейді тағурру, бірінші алдайды дейді. Айымнан бірін жеткізіп алайыншы, мынаны бүйте салайыншы, мынаны сөйте салайыншы, енді бір неғып жіберейінші деген сияқты. 1000 бар еді, 1000-ды 10 мың қылайыншы, 10 мыңды 100 мың қылайыншы, 100 мыңды миллион қылайыншы, миллионнан кейін миллиард болайыншы деген сияқты осылар кете береді. Тағурру, өзіне тартады, қызықтырып. Қызықтырып, міне, ол енді Құдайдан безіп атқан жоқ, намазды оқымайын жатқан жоқ. Оқимын, мынаны бір айналдырып жіберейін енді. Мына жұмыс жоқ. Енді осын бітіре салайын, сосын бір өз арқаны кеңге салып, сосын құлшылық істейміз енді. Бізде мешітке барамыз енді біз. Бізге енді о дүние керек енді. Бізде мәңгілік мына қысқа өмірде жағдайымыз жақсы болған қалаған сияқты, о дүниеде жақсы болған қалаймыз деп алданып дүниенің соңына түседі. Ал өлім қай уақытта келетінін білмейді. Қанша адамдар бар, намаз оқымаймын деген жоқ, оқимын деді, бірақ мына бір шаруаны бітіре салайыншы деді да.
сөйтіп жүргенде өзінің шаруасы бітті. Шаруа бітірем деп жүргенде өзінің шаруасы бітіп кеткен адам бар. Сол үшін ғалымдар айтады, ад-дүния тағурру, дүние алдайды, алдап сені Құдай алдында құлшылықтан қалдырады. Одан кейін тадурру, зиян бере бастайды. Енді құлшылықтан қалдырғаннан кейін бітті, одан үлкен зиян бар ма? Дүниенің соңына түсем деп адамдар туыс қарым қатынасты ұмытып қалады. Дүниенің соңына түсем деп бала шағаның, әйелдің хақысын ұмытып қалады. Дүниенің соңына түсем деп Аллахтың хақысын ұмытады. Айтқан кезде сөйтіп осы дүние бірінші алдап өзінің соңына ертеді. Ерткеннен кейін зиян бере бастайды. Өйткені дүниеге келген адам дінді ұмытады да, соны тәкаппарлыққа түседі, мақтану керек енді. Ана тапқан дүние бір сауапта жұмсалмайды, енді бір атақта, абыройда деген сияқты. Енді қазір біздің заманымызда көріп жатырмыз ғой, аспаннан жұлдыз сатып отқандар бар да, миллионға. Ол жұлдыз не? Ол бар болғаны бір қағазға жазып береді екен, пәленшенің аспанда жұлдызы бар деген. Сол мына жұлдызы бар адам деген сияқты. Ол жұлдыз, ол елент деген аты ғана адамдардың осындай бір мақтаншақтығын біреулер бизнес қылып алған да. Ақшасын жоқ жерден алып деген сияқты. Яки болмаса болады бір атақты біреулердің, футболистердің түрсиін аукционға сатады да, соны ойбай деп талас сатып алады. Енді осындай бір мақтаншақ, ойбай, ол менде жай түрси емес, ол менде пәленшенің түрсиі бар дегендей. Өйстіп жаңағыдай жүргенде алданады, сөйтіп тұрған кезде тамурру, дүние кетеді де қалады, болды. Болды, өмірден кетті. Сен ол атақты футболисттің түрсиін о дүниеге киіп барсаң жәннатқа кіріп кетпейсің ғой. Ол адамдардың мақтайын саған ештеңе бермейді да. Міне осындай бір жаңағындай нәрселерден адам баласы өмірде көптеген зардап шегіп қалады екен. Сол үшін Аллах Тағала айтып жатыр: "Инна жаална ма'алал арди зинатан лаха", біз жер бетіндегі бүкіл нәрсені оның көркі қылып жараттық. Линаблуахум айюхум ахсану амала, адамдарды сынау үшін кімнің амалы көркемірек болады екен деп. Міне осы кезде кімнің амалы көркем болады, сол шығу керек. Ал енді адамдардың бәрі дүниенің соңына түсіп дінді тастап қоятын болса, ол қателеседі. Бір күні мынандай оқиға болды. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен келе жатқан кезінде жаңағы бишатин мәйтатин дейді, қадалқаха ахлуха, бір қойды көреді. Өліп қалғанда, арам өлген қой ғой. Сол жаңағы егелері арам өлгеннен кейін сыртқа лақтырып жіберген да. Енді бізде қазақ халқы мал жанын түсінетін халықпыз ғой, малға жақынбыз деген сияқты. Болады бір қорада бір қой өлсе не істейсің? Мусорға тастайсың да, оны ойбай жаназасын шығарып, оны кебіндеп көміп жатқан жоқ, ешкімге керек емес. Мал өйткені ол адам емес. Аласың да тастай саласың. Ит жемайды, мусорда құрттап жатады деген сияқты. Тура сол сияқты пайғамбарымыз бір күні қараса, біреулер өлген қойды далаға лақтырып жіберіпті. Пайғамбарымыз сол өлген қойдың қасына өтіп бара жатады сахабаларымен бірге. Сонда пайғамбарымыз былай деп айтады: "Фақала", айт дейді. "Валлази нафси биядихи", жаным қолында болған Алламен ант етейін. "Лад-дуния ахвану алаллахи мин хадихи ала ахлиха". Мына дүние дейді, Аллахтың алдында құнсыз дейді. Мына өлген қой егелеріне құнсыз болғаннан дейді. Яғни одан да бетер құнсыз дейді да. Біз енді өлген қойды керек етпей мусорға тастаймыз ғой. Аллах Тағаланың алдында мына дүниенің ондай құны жоқ. Сол үшін бұл дүниенің құны болмағаннан кейін оны Аллах Тағала мұсылманға да береді. Оны Аллах Тағала мұсылман емеске де бере береді мына дүниені. Мұсылманның ішінде де миллионер бар екен, ойбай, мұсылман миллионер бар екен. Мұсылман миллиардер бар екен. Мұсылман емес, Құдайды мойындамайтын атеистердің ішінде де миллиардер, миллионер шыға береді да. Өйткені ол құнсыз нәрсе. Ал жәннаттағы нәрсе құнды дүние болып табылады. Сол үшін жаңағы жәннаттағылар жәннатқа жайғасып, тозақтағы тозаққа түскеннен кейін Аллах арасында тозақтағыларға жәннаттағыларды көруді нәсіп етеді ғой. Не мақсатта? Ал жәннаттағылар тозақтағылар жәннаттағыларды көруді нәсіп етеді. Құран аятында келген сияқты. Сонда жаңағылар бұндағы мақсат жәннаттағылар не бәледен құтылғанын көрсін дейді да, сөйтіп одан сайын қуанады. Мына тозақтан құтылыппыз ғой деп. Ал тозақтағылар не нәрсені ажырап қалғанын білсін деп одан сайын өкінішпен өртене бастайды. Сырт өртеніп жатқан кәпірлердің мынадан қорғалыппыз ғой деп іші одан сайын өртенеді да. Сонда жаңағы тозақтағылар күйіп, жанып, түтінге тұншығып, қиналып, су деп шөлдегендер жаңағы жәннаттағылардың
сондай нығметке бөленген түрін көргенде, олардың жаңағы талдардың басына жалбырап тұрған жүзім жемістерді көрген кезде, қаптап толып тұрған сусындарды көрген кезде, афиду алейна минал ма, бізге су беріңдер деп дозақтағылар жанаттар көрген кезде, сөйтіп су беріңдер деп жаңағы жамырап тозақтағылардың қиналған дауысы жанаттарға жетеді екен. Жанаттағылар үрпиісіп қарап қалады дейді. Сонда оларға жауап беруге бұйырылады екен. Жаңағы бізге су беріңдер, жанаттағы жемістерден берін дегенде, инналла харрамахум алал кафирин, олар жауап береді екен. Бұл жәннаттың жемісі, сусыны, тағамы кәпірлерге харам деп жауап береді екен. Қараңыз. Сонда жәннаттың дүниесінің құны бар. Жәннаттың суының бір тамшысының құны бар, жәннаттың жемісінің бір түйірінің құны бар. Сол үшін кәпірге бұйырмайды. Ал мына дүниенің құны жоқ. Құны жоқ. Сол үшін оны мұсылман емес деп пайдалана береді. Егер құны болатын болса бермес еді. Ва инна ла жаилу алейха суайдан журуза, Аллах айтқан сияқты біз жер бетіне оны бір жарамсыз топырақ айналдырып жібереміз дейді. Сондықтан осы тұста алданып қалуға болмайды екен. Енді осы жерден сәл бір тиянақтап кетеміз. Өйткені бұл нәрсе осы емтиханда жүрміз. Бәріміз әрбір сәтте емтиханда жүрміз. Аллах тағаламызға келеді, дін мен дүние қатар келеді, дін таңдаймыз ба, дүниені таңдаймыз ба, дін таңдаймыз ба, дүниені таңдаймыз ба. Аллах тағала мүлдем жаңағы тыйыл жоқ қой. Мысалы, адам баласы шахваты көтеріліп, бір ер кісі, бір әйел кісі қызығып, оны күнәға, бір зинаға барғысы келуі мүмкін, бірақ Аллахтан қорқады да, жоқ дейді да, халал жолмен, некелі жолмен барса бар, бармаса харам жолмен еш уақытта бармайды. Адалда барғысы келеді Алла арасындағы. Болмаса бір адам бір тәтті тамақ жесе, бірақ ұрылып алмайды, біреудің көз жасын төгіп алмайды, өзі еңбек етіп тыраштанып табады, оған сауап табады. Егер сол әйел кісіге өзінің шахуатын халал некемен қандыратын болса сауап, ал некесіз болатын болса күнә болып кетеді екен. Сол үшін бұл жерде ойланатын нәрсе, сонымен жаңағы сауап күнәнің арасын ықтияттап алу қажет болады екен. Енді Аллах тағала мүмкін бүлді қызықтан қалдырып жатқан жоқ, бірақ сол қызықты шариғаттың шекарасында пайдалануға бізге бұйырып жатыр екен. Бұл жерде түсінетін нәрсеміз. Енді сөзімізді тиянақтай келіп айтайын дегеніміз, бұл аят мына келесі, мына Кахф сүресінің оқиғасы басталды, соған қатысты. Олар да осы емтиханның арасында болған еді, жаңағы жас жігіттер. Олар сол өзінің патшалығындағы жалған дінді мойындап, солармен бірге жүріп, ойнап, күліп, жағдайлар болған қарайды, бірақтан хақ дінді ұстанатын болса, олар өлімге өлтіретін болып жатыр да. Сөйтіп тұрады, жоқ деп дінді таңдап, сол емтиханнан өтіп кетті да. Қарасақ, жас жігіттер. Бұл айтқанда ақыр заманға дейін Құранында бүкіл адамзат баласына үлгі болып қалды. Өйткені олар осы емтиханнан өтіп кетті. Аллах айтты, сынаймыз деді да. Мына дүниені біз сынақ үшін жараттық, сондай көзі көркем қылып безендірдік, сынақ үшін жараттық, қайсылардың амалын дұрысырақ, күштірек болатыны үшін дейді. Олардың амалы күштірек болды. Енді біз де сол сияқты сынақта жүрміз. Анау Кахфтағы оқиған балалар сынақтан өткендер, олар, ал сендер өтесіңдер ме, өтпейсіңдер ме, ал көріп алыңдар деп осыны сынақ үшін жаратты деді да, сол сынақтан өткендердің мысалын, қиссасын, оқиғасын айтып берді. Енді Аллах амандық берсе, сол қиссаға бір тоқталып өтеміз. Одан өзімізге керек мағлұматтарды алуға тырысамыз. Сөйтіп осындай бір емтиханнан ертең Аллахтың алдына абыроймен жетуіміз Аллах баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.